Менің аты жөнім Алдияр Абдрахман Уәліұлы, физика-техникалық факультетінің жылу физика және техникалық физика кафедрасының доцентімін. Ал енді осы бағытым бойынша, ғылыми бағытым бойынша мен осы криофизика және криотехнология лабораториясында жұмыс істеймін. Ал енді осы лаборатория жөнінде айта кетейін. Криофизика және криотехнология лабораториясы бұл немен айналысады дейтін бірінші сұрақ тұрады. Бұл лабораторияның айналысу бағыты бірнешеу. Өндіріс жағы бұл сұйық азотты өндіру. Ал жалпы осы лабораторияның жұмыс істеу бағыты төменгі температуралық физика бағыты. Осы төменгі температуралық физика дегенде біз не түсінеміз? Бұл табиғаттағы кездеспейтін температуралар жөнінде. Табиғатта кездесетін ең төмен температура ол минус 85 градус Цельсий. Осылай бекітілген қазір. Демек, 100 градустан төмен температураларды біз төменгі температуралар деп атаймыз. Ол қолдан өндірілетін температуралар. Ал енді жалпы ғарыш көлемінде айтатын болсақ, ғарыштың орташа температурасы 2 кельвиннің төңірегінде, ол барлығына белгілі. Ал енді жақын ғарыштың температурасы жуықтап 12 кельвин 15 кельвиннің аралығында. Ал енді осы температураларды өндіру осы мына төменгі температуралық физиканың негізгі мәселесі. Ал жалпы өндіріс жағын айтатын болсақ, біз сұйық азот өндіріледі осы лабораторияда. Сұйық азотты көп адамдар бірденнен сұрақ қой, сұйық азот өндіресіздер, ол кімге керегі бар деген сұрақ туады. Әрине, бұл сұйық азотты бүгінгі күні көп ғылыми зерттеу институттары, ғылыми зерттеу жаңағы мекемелер алып отырады сұйық азотты. Бұл азоттың қайнау температурасы 77 кельвин, демек өте төмен температура. Азот нейтралды зат. Сол себептен бұл азотты азот ретінде емес, бұның температурасын пайдаланады, төменгі температурасын. Азоттың қайнау температурасы 77 кельвин, демек ол температура Цельсий скаласымен айтатымыз минус 196 градус Цельсий. Ол температурада көп бізге белгілі заттардың барлығы қатты күйге өтеді. Осы мынау күнде көріп жүрген, особенно биологиялық, не осы әртүрлі резиналық. Мына осы сұйық азотты әртүрлі салаларда пайдалануға болады. Көбінде айттық жаңа медицинада пайдаланады. Медицинада адамдардың ұрығын сақтау, не болмаса әртүрлі органдарды, трансплантациялық органдарды сақтау, және бір жерден екінші жерге жеткізу бұзылдырмай. Міне олардың барлығын өте төменгі температурада ғана сақтауға болады. Міне сол себептен осы мына төменгі температуралық сұйық азотты пайдаланады. Ал енді мына косметологияда да әртүрлі косметологтар мына адамның бетіндегі, не болмаса денесіндегі әртүрлі папиллома дейтін паразитті бір ауру бар. Міне соларды емдеуге қолданады. Содан кейін мына сүйел дейміз. Сүйелді емдеуге қолданады. Сүйелді әрине әртүрлі жоғары температуралық әдістермен, медикаментті әдістермен емдеуге болады, бірақ орнында тыртық қалуы мүмкін. Ал егер мына сұйық азотты пайдаланатын болса, онда сұйық азот қарып жібереді дағыны, кейін жазылар кезінде қарып жіберген сүйел түскеннен кейін орнында тыртық қалмайды. Міне бұл косметологияда пайдаланатын жері. Ал ғылыми жағында пайдалану, ол жеке үлкен бір әңгіме ол. Ал енді осы лабораторияда қазір ғылыми проект, жоба жүріп жатыр. Ол жобаның негізгі бағыты тұрмыстық қатты қалдықтарды жою, не болсын соны қайта өңдеу жұмысы. Ал соның тұрмыстық қалдықтардың ең үлкен үлесін құрайтын автомобиль шиналары. Автомобиль шиналары бұл резинкеден жасалынған. Ал енді ол резинкені кесу, оны қайта өңдейік десек, оны кесу керек. Ал кесуге үлкен энергия керек. Ол көп шығынды талап етеді. Ал одан алынған өнім өте қымбатқа түседі. Ал енді ол екіншілік өнім ғой. Екіншілік өнім әрқашан арзан болу керек. Ал енді осының арзан жолы, өңдеудің арзан жолы осы төменгі температуралық жол. Мысалы, егер біз өте иілгіш келетін заттарды температурасын күрт төмендетіп жіберетін болсақ, ол заттар өте сынғыш келетін, морт сынғыш келетін түрге өтеді. Соны қазір мен көрсетіп жіберейін.
Мысалы, мынауымыз біздің сұйық азот. Бұл сұйық азоттың қайнау температурасы осы 77 Кельвин, минус 196 градус. Мынау резинке біздің. Осы резинкені өте иілгіш зат. Осын мен азотқа салатын болсам, бұның температурасы күрт төмендейді дағыны, қасиеті өзгеріп кетеді. Ал енді осыны, қатырды, сұйық азотқа, енді осыны мен жай ғана ұрып беретін болсам, майды біздің неге құмға айланып кетеді. Міне осыны майдаланып кетуге болады, майдаланып кетеді. Ал енді кететін шығын әлде қайда арзан ғой. Бұл иілгіш затты қайшыменен кесіп отыратын болсақ, шығыны көп болады. Міне соның бірі мына автомобиль шиналары. Өте серпімді келеді. Бұны жаңағы өңдеу қиын мәселе. Ал енді сұйық азотқа осыны салы жіберіп, содан кейін үлкен балғаменен ұратын болсақ, майда-майда күл талқан жаңа қиыршық күйге өтеді. Міне соның жасалған түрі, міне осы мына резинені біз азотқа салып, оны бірден үлкен күшпенен ұрып қалған уақытта майда-майда қиыршыққа айланады. Енді осы қиыршыққа айланған резинені біз әрі қарай басқа да осыдан заттар жасауымызға болады бүгінгі күні. Соның ең бір тиімдісі мынау асфальт жасау. Бүгінгі күні барлығымызға белгілі асфальтты жылда жөндеп жатады, ойылып кетіп жатады. Ал оның ойылу себебі не себептен? Әрине біздің территориямыз, Қазақстан территориясы, мына табиғаты өте күрт өзгергіш. Қыстың күннің өзінде минус 20 градус болса, бір күннің өзінде күндіз плюс 10 градусқа дейін жылып кетуі мүмкін. Түнде минус 10 градус, күндіз плюс 10 градус. 20 градустық айырмашылық кез келген заттарды қиыршықта жіберу мүмкін. Заттардың өзінің температуралық сығылу және кеңею коэффициенті бар. Мысалы, өте жылыған кезінде тез кеңейеді, ал енді бірден суытатын болсақ, ол сығыла бастайды. Ал сығылған уақытында осы асфальттарда әртүрлі саңылаулар пайда болуы мүмкін. Трещина дейміз ғой. Бұны саңылаулар пайда болады. Ал ол саңылауға егер жаңағы су, мұзы қататын болса, ол саңылауларды әрі қарай кеңейте береді. Ал енді су түскен уақытында автомобильдер әрі бері өткенде су сол саңылауды әрі қарай кеңейте береді дағыны бізде асфальт бұзыла бастайды. Ал егер осы асфальтқа резинаны қосып, иілеп асфальтты төсейтін болса, бұл иілгіш, бұл резинамыз сығылған уақытында сығыла алады, ал температуралық кеңею ысыған уақытта кеңейеді дағыны біздің асфальтымыз сығылып әрі кеңейіп, мынау әртүрлі табиғаттың осында күрт температурасы күрт өзгеретін кезінде шыдамдылық көрсетеді. Асфальт ұзақ уақыт бізде қызмет етуі мүмкін. Міне бұл бір бағыты. Екінші бағыт мұны әртүрлі тамақ өнеркәсібінде пайдалану. Бүгінгі күні тамақ өнеркәсібі өте актуальды мәселе ол әрқашан болған. Ал енді адамдардың талаптары күннен күнге асып бара жатыр. Жақсы тамаққа дейтін. Соның бірі еттерді, не болмаса жазда өндірілетін өнімдер, әртүрлі бақшада өндірілетін өнімдер. Оларды біз қыста да жегіміз келеді. Жаз бойы жегіміз келеді. Жазда көп өндіріледі дағына, қыста өндірілмей қалады. Ал енді қыста өндіру өте қиын мәселе. Ал енді осыны біз жаздың күні әртүрлі әдістерменен сақтауды үйренсек, химиялық емес, осы заттың барлық өзінің биологиялық сапасын сақтап қалатын әдістерменен өңдейтін болсақ, онда біз осы жазда өндіргенді қыстың күнге дейін біз жей беруімізге болады. Соның бір әдісі биологиялық өндірілген затты бірденнен суыту. Егер биологиялық заттарды бірденнен суытатын болсақ, әрине әр биологиялық заттар судан тұрады көбінде. Осы су молекулалары клеткаларында, өсімдіктің клеткаларында қатып, клеткаларын бұза алмайды бірденнен суытқан уақытында. Ал егер ақырын холодильниктерге суытатын болсақ, ол су молекулалары өздеріңіз білесіздер, судың температурасын төмендеткен сайын оның көлемі ұлғая бастайды. Мұз жарып жібермей ме әртүрлі ыдыстардың ішінде қалып қойса, сол сияқты мына микро клеткалардың ішінде қалған су, ол осы клеткаларды жарып жібереді дағыны, қайта жылыған уақытта мына тірі клеткалық біздің мына өнімдеріміз өзінің сапасын жоғалта бастайды. Ал егер бұл өнімді біз бірденнен суытатын болсақ, қатты, онда ол өзінің барлық қасиетін сақтап қалады.
мына бірденнен егер суытатын болсақ, тез суытатын болсақ, ол затымыз біздің барлық өзінің биологиялық қасиетін сақтап қалады. Енді әрі қарай мұны көрдіңіздер ғой. Егер біз бұны майдалай жіберетін болсақ, майда бұның жаңағы түрін біз сақтауымызға болады. Осылай өңдеп, бүкіл қыс бойы осыны жеп шығуымызға болады. Міне бұл осы төменгі температуралық заттарды, крио сұйықтықтарды пайдаланатын жолдарының бір-екі түрлерін ғана айтып жатырмын. Ал енді осыны айта беретін болсақ, бұл өте көп. Ал енді ғылыми жағында төменгі температура не үшін пайдаланады дейтін сұрақ. Төменгі температурада заттардың қасиеттері күрт өзгеретін қазір көзіміз жетіп отыр. Ал енді бүгінгі күнгі барлық заттарымыз, пайдаланып жүрген тұрмыста техникалық заттарымыздың бәрі күннен күнге сапасы жақсы болып бара жатыр. Ал енді олардың сапаларын жақсылап жасау үшін оларды зерттеу керек. Ал зерттеудің ең бір жақсы әдісі өте төменгі температурада. Өте төменгі температурада зерттейтін заттардың молекулалары қозғалыссыз күйде болады. От қозғалыссыз күйде тұрған молекулаларды терең зерттеуге өте үлкен мүмкіндік туады.